Сәлем достар, бүгін сіздерге ерекше голубцы, яғни түрік сармасының рецебімен бөлісемін. Керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өтемін. Алдымен пиязды, сарымсақты және болгар бұрышын ұсақтап турап аламыз. Фарш үстіне тураған көкөністерді саламыз. Жуылған күрішті саламыз. Тұз, бұрыш және дәмдеуіштерді салып араластырып аламыз. Видеодағыдай қырыққабаттың түбін кесіп алып тастаймыз. Қырыққабат үстінен ыстық су құямыз. Жұмсарған жапырақтарын осылай жеке-жеке бөліп аламыз. Табамызға сары май қосып қыздырамыз. Томат пастасын және дәмдеуіштерді салып араластырып аламыз. Үстінен су қосып бұқтыруға қоямыз. Қырыққабаттың қатты жерін кесіп алып тастаймыз. Салмасын салып орап аламыз. Ыдысқа осылай салып шығамыз. Үстінен соусты құйып шығамыз. Пергамент қағазын сулап үстіне жабамыз. 180 градус қызып тұрған духовкада 40 минут пісіріп аламыз. Кейін пергамент қағазын алып тағы 10 минутқа қалдырамыз. Өте дәмді түрік сармасы дайын. Сіздерге ас болсын. Рецепт ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз.